Кәсіптік білім берудің ел дамуы үшін маңызы айрықша. Сонда келешегі кемел білім ордасы Талдықорған сервис және технология колледжі. Қазіргі таңда колледж білімді мемлекеттік үлгіге сай, озық технологияларды жетік меңгерген кәсіби мамандар даярлау мақсатында шаштараз өнері және сәндік косметика, тамақтандыруды ұйымдастыру, тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу, ақпараттық жүйелер, дәнекерлеу ісі мамандықтары бойынша студенттер даярлайды. Колледждің материалдық техникалық базасы қазіргі заманға сай соңғы үлгідегі жабдықтармен қамтылған. Жаңа технологиялар оқу дәрістерін тиімді өткізуге мүмкіндік береді. Колледж қабырғасында сапалы білім мен кәсіптік дағдыны игеру үшін барлық жағдай жасалған. Болашақ мамандарды даярлауда оқу процесін өндіріспен байланыстыру басты мәселе. Өйткені оқу орындары мен өндірістік кәсіпорындармен байланыссыз маман даярлау мүмкін емес. Еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті, білікті мамандар даярлау мақсатында колледж тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша Ажар тігін фабрикасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен дуальдық оқыту жүйесі негізінде жоғары білікті мамандар даярлайды. жылдан бастап Талдықорған сервис және технология колледжі Ажар тігін фабрикасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорнымен белсенді жұмыс істеп келеді. 2012 жылы кәсіпорын мен колледж арасында дуальдық оқыту жүйесі енгізу туралы келісім шарт жасалды. Тігінші біліктілігі бойынша мамандарды даярлау үшін дуальдық оқыту жүйесі туралы ереже мен оқу жоспарлау құжаттары бірлесіп әзірленді. Ажар тігін фабрикасы Талдықорған сервис және технология колледжімен 2012 жылдан бастап дуальдық оқыту жүйесі бойынша бірлесіп жұмыс жасап келеді. Бұл жүйе білім алушыларға ғана емес, сонымен қатар бізге де тиімді. Өйткені білім алушылар өз дағдыларымен өндірісте шыдап қана қоймай, сонымен қатар орындаған жұмыс көлеміне қарай еңбек ақысымен қамтамасыз етіледі. Ажар тігін фабрикасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ішкі істер құрылымдары үшін өнімдер шығарады. Кәсіпорын ағынында камуфляжды киім-кешектер және жеке тапсырыстар тігіп шығарылады. Оқу орнының білім алушылары аталған кәсіпорынның штаттық жұмыс орындарында оқытылады. Өндірістік тәжірибе барысында білім алушыларға жетекші тәлімгерлер бекітіледі және орындалған жұмыс көлеміне қарай еңбекақы төленеді. Колледжде білім алған түлектердің біразы осы кәсіпорынға жұмысқа орналасқан. Мен осы колледжді тігінші мамандығын бітіріп, қазір Ажар тігін фабрикасында жұмыс жасап жатырмын. Колледжде шаштараз өнері және сәндік косметика мамандығының білім алушылары дуальдық оқыту жүйесі негізінде қаламыздағы алдыңғы қатардағы Алиса сұлулық салонында өндірістік іс тәжірибеден өтеді. Тәжірибе барысында білім алушылар теориялық білімін іс тәжірибемен ұштастырып қана қоймай, сонымен қатар алдыңғы озық технологиялармен танысады және оларды тәжірибе барысында қолдана біледі. Мен Бапова Мадина, Талдықорған сервис және технология колледжінің шаштараз модельер мамандығының студентімін. Қазір осы Алиса сұлулық салонында өндірістік іс тәжірибеден өтіп жатырмын. Дуальдық оқыту жүйесі бойынша әлеуметтік серіктестермен бірлесіп атқарылған жұмыс білікті мамандарды даярлауда өзінің оң нәтижелерін көрсетіп келеді. Білім ордасының басты мақсаты бәсекеге қабілетті мамандар даярлау. Сапалы білім алған жастардың заманауи құралдармен жабдықталған ірі кәсіпорындарында жұмыс істеп, ел экономикасын дамытуға үлес қосары сөзсіз.